сөйтіп енді жолдасыма айттым, сен маған қарызға бере тұршы, қарызға берші, мен саған қайтарып беремін. Иә, солай келісім болды екеуміздің арамызда. Сөйтіп маған берді, ол кісі мен қайтарып беремін деп сөйтіп алдым. Сосын солай договор аштық июль айында 2019 жылы. Сөйтіп 6 ай бойы жинадық 80 мыңнан, 200 мың бөлек договорға отырдық. Сосын жинап, потом өзі қыздар звондады, үй аласыздар, документтеріңізді дайындаңыздар, келіңіздер деп. Сосын өзіміз үй іздеп таптық, оценка жасатып, сөйтіп бізге алып берді ғой. Қуаныштан жылап. Қайдан алдыңыз? 2 бөлмені алдық, центрдан алдық. Мен кішкентай 6 айлық балам бар, прям көтеріп, іздеп жылағымыз келіп 5 күн бойы квартира жалдадық. Сол есіме түсіп кетті. Біз все равно осы қалада тұрамыз, осы қаладан алып жатырмыз, иә. Қай жерде тұрдың деп айтқанымыз сол да. Қарағанды облысы бір ауылда бір кішкентай түкпірде тұрған кісілер, да, осындай арманы орындалады деп ойлап көрген жоқпын дейді да даже. Но оказывается, армандар орындалады. Біз тем более онлайн түрде отырғанбыз ғой, қолымыздан айналды Орал қаласына, сенесіздер ме? Орал қаласына қалай. Солай істедік қой біз жұмысты, карантин кезінде. Карантин кезінде, иә. Да. Вот говорит же, почему опаздывают, почему вот вовремя не дают. Вот біз шыдадық, сентябрьде біз алдық негізі тоже.